подаркасын қимайды, не ақшасын қимайды, бірақ кездескісі келеді да, бір анда-санда. Влюбленная страстный карта түсіп жатыр. Түнде құпия кездесулер түсіп жатыр, бірақ сіз оған сенбейсіз. Мені алдап жатыр, жаңағыдай барлығы өтірік деген сияқты. Бірақ бұл жігітке нақты ойына келетін болсақ, сіздің ойыңызға келетін болсақ, бұл жігіт сізге ешқандай бір нәрсе әкелмейтін сияқты. Просто кездесуді қалап тұр да. Просто кездесу. Жұмыс. Кездесу түнде, күндіз жоқ деп тұр. Өйткені құпия кездесулер ғой. Бұл жерде екі пышақ демей қояйын, екі қылыш ұстап тұр ғой. Мына жағына кілт тұр. Негізі өзінің жинағандары бар, бірақ ешкімге ештеңе бермейді. Сондай тас жігіт десем де болады. Қазіргі таңда бұл жігіттің жұмысы онша емес, алға баспай жатыр. Өйткені өзіне проблема бар бұл жігітте. Сізге келетін болсақ, сіздің де жұмысыңыз бар, өте еңбекқорсыз, және де капля тамшысына шейін сіз эконом жасайсыз, иә. Әдем кеңес, эконом жасайсыз. Бұл жерде сізге жұмысыңызда, болмаса жұмысы жоқтарға көремаушылық сондай бар да. Ойын сияқты. Өте еңбекқор карта түсті сізге. Еңбектенесіз, эконом жасайсыз, бағалайсыз әр нені. Уақытты болсын, ақша болсын, бірақ жетпейді ақша сізге де. Тақырыбымызға оралайық. Жігітпен кездесу қашан болады? Жігітпен кездесу қашан орын алады? Бұл жерде әлі уақыт бар деп тұр. Арақатынасты жөндеу керек, ол сіздің қолыңызда. Арақатынасты туралау, ол сіздің қолыңызда. Әйел адам қолында болып тұр да. Жігіт келеді. Негізі сізде бір емес, екі жігіт ойыңызда бар сияқты. Осы екі жігіттің біреуі жас, біреуі кәрілеу. Кәрі болғандай, сізден сәл үлкендеу. Бұл жерде екеуі де мынандай ой ойлап тұр да. Бұл деген секс, сонда интимный арақатынас. Екеуі де соны ойлайды. Егер де жеке аштырамын десеңіздер, WhatsApp номерімді осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Хабарласыңыздар. Мен сіздерді күтемін. Егер де осы расклад сіздерге сәйкес келсе, лайк басып, комментария жазып, каналыма тіркеп кетіңіздер. Сау болыңыздар.